Hi kids, welcome to another English lesson. Today we are going to talk about the present continuous for future arrangements. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы present continuous, яғни созылмалы осы шақ, бірақ келер шақ мағынасында. Өзіміз білетіндей present continuous, созылмалы осы шақ дегеніміз дәл осы сәтте болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Яғни мен қазір сөйлеп жатырмын, сендер оқып жатырсыңдар деген сияқты. I'm studying English. I'm eating breakfast. I'm drinking soda. Енді дәл осы секілді сөйлем ешқандай құрылымын өзгертпестен қалайша келер шақ мағынасын бере алады. Соны анықтайық. Мысалға мән беретін болсақ, I'm meeting with my boss later today. Later today деген сөз тіркесіне дейінгі сөйлем present continuous, Мен өзімнің бастығыммен кездесіп жатырмын, яғни дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Ал егер сөйлем соңына later today сөзін қосатын болсақ, онда мен бүгін кешірек бастығыммен кездесіп жатырмын. Іс-әрекет дәл қазір болып жатқан жоқ, бірақ present continuous шағында тұр. Және де келер шақта енді болатын іс-әрекеттің мағынасын білдіреді. Оған көмектесіп тұрған бізде сөйлем соңындағы келер шақ мағынасын беретін сілтеме сөздер. She's starting dancing classes tomorrow. Ол ертең би сабақтарын бастап жатыр. Егер she's starting dancing classes дейтін болсақ, ол іс-әрекет қазір болып жатыр деген мағынада. Ал егер сөйлемнің соңына келер шақ мағынасын беретін сілтеме сөздер қоссақ, онда present continuous for future arrangements, яғни созылмалы осы шақ, келер шақ мағынасында. Өзіміз байқағанымыздай, present continuous шағында тұрған сөйлем келер шақ мағынасын беру үшін сөйлемнің басына немесе соңына келер шақтағы, яғни болашақты білдіретін сілтеме сөздер қолданылу қажет. Ертең, келесі апта, дүйсенбі күні деген секілді. Later, tomorrow, this weekend, next week, next month, next year, яғни келесі апта, келесі ай, немесе келесі жыл. On Monday, on Tuesday, on Sunday, and etc. Және тағы басқа. Келесі мысал, tomorrow I'm painting my house. I have already bought the paint. Ертең мен үйімді бояп жатырмын. Бояу сатып алып қойдым. Яғни, созылмалы осы шақтағы сөйлем келер шақ мағынасын беру үшін ол ешқандай болжам емес, нақты шешіліп қойған жоспар болу қажет. Яғни, ертең мен үйімді бояймын деген жоспарым орындалуы үшін, оның орындалуына көмектесетін іс-әрекеттерді міндетті түрде жоспарлап қоюым қажет. Яғни, менде бояу бар. Демек, ертең мен міндетті түрде бояймын деген сөз. So also when we use present continuous to talk about the future, it's used only with definite plans. Жаңа айтып өткеніміздей, present continuous, яғни созылмалы осы шақты келер шақ мағынасында қолдану үшін айтып жатқан сөйлемнің мағынасы нақты 100% орындалатын жоспар болуы қажет. Ол сөйлем болжамды болса, онда present continuous for the future meaning, яғни келер шақ мағынасында қолданыла алмаймыз. Тағы бір мысал. What are you doing after school? Мектептен кейін не істеп жатырсың? I'm buying tickets for Saturday's match. Яғни, менің билет алатыным келісіліп қойған міндетті түрде. Мектепке енді бара жатыр, бірақ present continuous нақ осы шақ келер шақ мағынасындағы сөйлемдерді қолдануда. Себебі мектептен кейінгі орындалатын менің жоспарларым келісіліп қойған міндетті түрде болатын іс-әрекеттер. That was it for today. Thank you for your